Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Бүгін бізде өте оңай тамақ, фри с мясом. Достар, ол үшін бізге ең алдымен картошкамызды фри қылып, қуырып дайындап аламыз. Картошкамызды тазалап, соломка етіп турап, майға қуырамыз. Көстелек басында біз тамақ пісіреміз. Майымызды қыздырып алып, картошкамызды қуырып аламыз. Осындай сап-сары етіп, бәрін қуырып аламыз. Содан соң біздің етімізді соломка етіп турап аламыз. Етімізді жуып турап алғаннан кейін қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырамыз. Содан соң пиязымызды соломка етіп турап дайындап қоямыз. Жақсылап, әдемілеп қызартып қуырған етіміздің үстіне пиязымызды салып тағы қуырамыз. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және де дәмдеуіштер қосып тағы араластыра отырып қуырамыз. Содан соң бізге болгар бұрышы және жартылай ашты бұрыш жақсылап тазалап, соломка етіп турап аламыз. Етіміз бен пиязымыз осылай әдемі болып қызарып, жақсылап қуырылғаннан кейін кішкене ғана бір кеседей шай кесемен су құйып, етті бұқтырып пісіріп аламыз. Етіміз суын тартып, майымен қалған кезінде болгар бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, қатты отқа қойып, орташа отқа жақсылап қуырамыз. Болгар бұрышын салғаннан кейін 2-3 минут қуырғаннан кейін біздің дайын тұрған фриімізді салып 1-2 минут тағы араластырып қуырамыз. Достар, мына біздің фри с мясомыз дайын. Өте тойымды тамақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай. Достар, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Егер де сіз менің арнама тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Пакет үсті шабуанда.